Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің қызылшадан осындай керемет шырын жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, және де күнде таңертең азанғы уақытта осындай бір бокал ішіп алсаңыздар, сіздердің денсаулықтарыңызға өте пайдалы. Бізге бір дана қызылша, бір дана алма, бір дана сәбіз. Қызылшамыз піспеген, міндетті түрде шикі болуы қажет. Енді осыларды ұсақтап блендерден өткіземіз. Ол үшін осылай майдалап турап алатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де алдағы уақытта осындай пайдалы видеолар түсірем. Менің каналымда видео бөліміне өтсеңіздер, керемет пайдалы видеолар бар. Соларды көрсеңіздер болады. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Бұл қызылша шырыны өте пайдалы, және де бұны әдетке айналдырсаңыздар болады. Күнде таңертең осылай ерінбей істеп жесеңіздер, сіздердің денсаулықтарыңыз мықты болады, ауырмайсыздар, және де иммунитеттеріңізді көтереді, және шаршау болмайды. Өте пайдалы. Осылай міндетті түрде ерінбей жасап жеулеріңізге кеңес беремін. Алмада өздеріңіз білесіздер, темір болады, сәбізде де өте керемет витаминдер болады, және қызылшада қанды көбейтетін, және де дәруменге өте бай. Өздеріңіз көріп тұрғандай осылай сок жасадық. Енді осыны өзім пайдаланып, осыны ішіп жүрмін. Ішіп жүргеніме бір айдай көлемде болды. Өте пайдалы. Сіздерге де осыны бөлісуді жөн көрдім. Сіздерге де ем болсын. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау